бүгінгі сұхбатымыздың семинарымыздың тақырыбы ислам және отбасы тақырыбы аясында отбасы тәрбиесіндегі балаларға қазақтың салт дәстүрі мен наным ұйымдары деп аталады. Себебі мына ислам және отбасы тақырыбы бойынша үлкен ауқымды мәселе, оны бір семинарда тыңдап, бір семинарда талқылау емес. Бұл туралы ислам және өркениет журналының соңғы нөмірінде өте жақсы мақалалар шықты. Көрінген ауқымды мақалаларында әкенің отбасындағы рөлі, ананың, баланың деген жеке-жеке әрқайсының рөлін сіздерге айтып берді. Ол жайында бұл танысып отырсыздар. Енді осы отырған әрқайсымыздың мойнында, менің де сіздердің де мойныңызда бір үлкен рухани міндет бар. Ол міндет артымызда кішкене балалар отыр екен арамызда. Артымызда кейінгі ұрпаққа рухани құндылық қалдыру. Ал біз рухани құндылықты қайдан аламыз деген мәселелер келген кезде бізге жаңадан еш нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ. Өздеріңіз білесіздер, мысалы, ұлы Абайды, ғұлама Шотанды ешқандай университет тәмамдамаған, ешқандай университетте оқымаған әжелері осы біздің салт дәстүріміз, тиымдарымыз, әдет-ғұрыптарымыз арқылы тәрбиеледі. Соның ішінде ең үлкен орын алатын ол қиссалар. Міне бүгінгі біздің және көтеретін мәселеміз осы қиссалар білесіздер, Құранның ғалымдарының айтуына қарағанда Құранның үштен екісі енді осындай бір семинарларға жиналған кезде көбінде мынандай сұрақтар қойылады. Сіздер неге қазір ислам деп арабтарға еліктеп кеттіңіздер, я болмаса түріктерге еліктеп кеттіңіздер? Біздің ата-бабаларымыздың салт дәстүрлері қайда дейді, сол салт дәстүрмен неге жүре бермейміз деп айтады. Менің өзіме де солай қойды. Сіз түріктерге, арабтарға еліктеңіз, өзіңіздің салт дәстүрлеріңіз бар. Бірақ солай деп айтқан адамдардың өзі салт дәстүрлердің қайдан шыққанын бірі білсе, бірі білмейтін сияқты. Жалпы мына саралап, зерделеп, үлкен еңбек жасадық. Жаңызбен емес, үлкен ағалармен, апайлармен кездестік. Мен 30 жылдай білім саласында қызмет жасадым. Соңғы кездерде, әсіресе 90 жылдардан кейін студенттер арасында болсын, оқушылардың арасында болсын, кішкене тәрбиеміздің төмендеп кеткені байқалды. Соны біз осындай семинарларда ол неден нені біз жоғалттық дегенде, біз рухани құндылықты жоғалттық деген шешімге келдік те, неден қайдан деп және сараладық. Сол кезде зерделеп саралап қарайтын болсақ, біздің барлық және айтылған салт дәстүрлеріміз, тиым-нанымдарымыз, әдет-ғұрыптарымыздан қайнар көзі өздеріңіз көріп жүрген, ұстап жүрген Құран кәрімдерінен біздің біздің пайғамбарымыздың өмірінен бастау алады. Біз қазір соны дәлелдеуге тырысамыз. Егер сізге біреу айтатын болса, неге қазақтың салт дәстүрімен жүрмесің, түрікпен немесе арабқа еліктеп кеттің десе, сіз айтасыз, қай салт дәстүр айтыңызшы? Соны апарып зерттеп қарасаңыз, міндетті түрде бір пайғамбардың өмірінен бастау алады. Қазір соны дәлелдеуге тырысамыз. Жалпы салт дәстүрлерді ғалымдар 8 түрге бөледі, дамуды. Оны сәбилік, шақ, қалыптасу, кезеңі тұлға болу, үй болу, үйлену салт дәстүрлері сол сияқты кете береді. Біз бүгін бірінші семинар болғандықтан сіздермен тек қана сәбилік шаққа байланысты салт дәстүрлерді қараймыз да, олардың шығу тегі қайдан шықты, бізге қайдан келді, соларды қарастырамыз. Егер семинар қызық болатын болса, семинардың соңында айтасыздар, біз ары қарай жалғастыруға болады. Мысалы, үйленуге, адамның қайтыс болуына байланысты салт дәстүрлеріміз көп қой. Сол салт дәстүрлер қайдан келді бізге? Мына көрген салғанның өзінде сіздерге айтады, жастар өткен, тұйық жағын қаратпа деп. Ол неге тұйық жағын қаратпа деді? Оның өзі салтта, оның өзі қайдан келді? Адамның жылдығын беруге байланысты шыққан салт дәстүрлерді қарастырып деген. Міне сондықтан біз бүгін сіздерменен тек қана сәбилік шаққа ораламыз. Ең бірінші сәби дүниеге келген кезде бұрынғы қазақтарда ит көйлек кигізу салт дәстүрі бар. Қазір енді жас келіндеріміз отыр, ит көйлектен бұрын біз бірінші памперс кигізіп жүрміз. Ал енді памперстің зиян екені, әсіресе ұл балаларға зиян екендігі, ол мына дәрігерлеріміз жақсылап айтады. Ол бір әйелдер қауымы отырғанда кейінгі талқылау болып, неге ұл балаға ол зиян екені. Енді қараңыз, мына адамды топырақтан жаратқанын сіздер білесіздер, жаратушы иеміз жәнегі адамның өзін топырақтан жасағаннан кейін, мына кіндігінен шым-шым алды дейді, топырақты кіндік шықкеріп тұрады ғой. Сол шым-шым жәнегі топырақтан итті жаратқан дейді. Сол себептен алғаш жаратқан кезде иттің табы терісі жүні болмаған екен. Сол ит адам атаны 40 түн күзетіп отырады. Әлі рух берілген жоқ, топырақтан мүсінін жасады. Сол кезде ібіліс келіп, жәнегі адам атаға қарап тұрып айтады, үй түрің құрсын сені неге жаратты деп бетіне түкіріп жіберді. Сол түкіріп жіберген кезде жәнегі ит өзінің иесін қорғау үшін
тарпа басталады. Сол кезде қақарын түрткенін білесіз. Қақарынан ит үсіп өліп кетті дейді. Алла тағала жәнегі иттің адамға серік болғаны үшін, оған сенімді болғаны үшін итті қайтадан жаратып, және қақарынан үсіп өліп кетті ғой. Сол үшін қалың теріменен жүнді қайта жаратты дейді. Сол себепті адам атымен хауаны жерге түскен кезде де алғаш осы ит оларды пәле-жаладан қорғап жүрген дейді. Міне осыдан басқа қазақтарда дейді, неге ит көйлек дегенде, неге аты ит дегенде білмейді неге ит көйлек аталады. Мына осы иттің жәнегіде қорғағаны үшін адамды басқа адамды қорғады ғой. Сол себепті қазақ баласына ит көйлек кигізген дейді. Мына қырғыннан шыққаннан кейін ит көйлекті тастамаған дейді. Жауға баратын батырлар, дауға баратын адамдар және өзінің нәрестесінің ит көйлегін мына кеудесіне тығып алып барады дейді, салып. Яғни жауға барса да, дауға барса да, пәле-таладан, жаманшылықтан осы ит көйлек төзімін, сабырын сынамақшы болады. Оны байлықпен де сынайды, мансаппен де сынайды, жоқтықпен де сынайды, бірақ ешқайсысына көнбейді. Сонда жәнегі жеңе алмайтын болғандықтан дейді, мынандай сұрақтары қазір бізде мақал мәтелге айланып кеткен бар. Мысалы былай дейді, келіп пайғамбарымызға, сенің балаң өлді дейді. Сонда айтады, Құдай өзі берді, өзі алды, ешкім мәңгілік жүрмейді дейді. Біз айтамыз ғой, иә, не өтіп кетсе, Алла өзі жан берді, өзі алды, өзіне қайтадан қайтарады деп. Неге сол айтып жатқан дүниеміздің бәрі қайдан келген екен, және пайғамбарымыздың жауабынан дейді. Ағарайды, малыңды жұрт алды дейді. Сонда айтады, мал бір жұрттық дейді, батыр бір оқтық. Ұлық Алла бергенін алса да, бермей алмасын дейді. Біз солай айтамыз ғой, біреме жоғалса, білемісің, бергенін алса да, енді беретінін алмасын деп айтамыз ғой, көрсіздер, иә? Міне соның бәрі сол сөздер қайдан келе жатыр бізде, Айып пайғамбардан келе жатқан сөздер екен. Енді не ішіп жейсің дейді, мен аштан өлгеннің моласын көрмедім дейді, малға таласып өлгеннің моласы жетіп артылады. Шын ғой, туыстардың арасында, мал деп тұрған бұл жерде байды, тағы басқасын, иә? Туыстардың арасында осы байлыққа, малға болып қаласың, дүниені болып кеткен. Яғни айтады, бұл сөздің өзі Айып пайғамбарымыздың қалған екен. Бұл ай бір сыға берсең дейді, ертең не болатыныңды білмейсің дейді. Ертеңіне есек қане қайғырады дейді. Біз қазір айтамыз ғой, біз қазір бір минуттан кейін не болатынын білмейміз. Тек қана Алла тағала деп. Сондықтан жаңағы бала ашып балгерге барып ертеңді білу деген үлкен күнә. Соның бәрі осы жерден шығып тұр екен. Ел жұртым сен туралы өсек айтып жатыр дейді. Әсіресе аяғында болып қалады ғой. Сонда жақсы болыпты дейді. Ер азаматтыққа өсек ілінбесе, есепке де ілінбейді дейді. Қалай жауап береді? Патша сені өлтіреді, қаш дейді. Ажал ақымақ үшін алтау, ақылды үшін біреу дейді. Қорқытатанын да білесіздер, иә? Қаншама ажалдан адам қашса да, қанша сандықтың түбіне, жердің түбіне түсіп кетсе де, ажалда ешқашан маңдайымызға жазылған үш нәрсе өзгермейді деген бар, иә? Туатын күніміз, сағатын, кететін минутымыз, секундымызға шейін ол өзгермейтін дүние. Үйде көрсең жалғыз баласын дейді, қабірде барлық адам жалғыз жатады. Яғни қандай сіздің туысыңыз, досыңыз, өліп тұрып отырған балаңыз, немереңіз болса да қанша жақсы көрсе де, қабірге дейін бәле қарай баратын ешкім жоқ, яғни қабірде жалғыз жатасың дейді. Сонда және төзімі жетпеген біз заболот дейді, және сабырын жеңе алмады, төзімін жеңе алмады, шапалақпен тартып жібереді дейді. Соны және алақаны тиген жерге жара шығады да, ол жараға шығын қонып, жәнегі жерге құрттап, бүкіл денесін жара жауып, құрт жеп жатыр дейді. Сонда сабырлығын, төзімділігін қарап, жәнегі құрттың біреу жерге түсіп кетсе дейді, және құртты алып салып қояды дейді жарасында. Сенің ырыстығың осы жерден, Алла тағала менің тәнімнен беріп тұр ырыздығыңды жейді дейді. Біз қазір бір жеріміз кішкене ауырса, қандай шыдамдылық бар ма жоқ па осы жерден аңғаруға болады. Енді ары қарай айтады, біз дейді Айып пайғамбар жеңе алмаймыз дейді. Себебі дейді, оның жүрегі мен тілі дейді, Алланың берген есімдерін айтып, зікір айтып тұрғанда, содан ол күш қуат алынды дейді. Олай болса дейді, оны жеңу үшін енді бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне салыңыз дейді. Сол кезде ғана осы мына сауаттанып тұрған Айып пайғамбар алейхиссалам айтады, иә Алла дейді, мына екі құрт мені сабырды жеңетін болды дейді. Себебі мен неден тек қана зікірден және Алланы еске алудан қуат алып тұр едім, бұлар мені төмен жететін болды дейді. Сол кезде Алла тағала айтты дейді, Айып, сенің сынағың аяқталды. Өкше мен жерді тепті. Өкше мен жерді тепкен жерден су шықты дейді. Ол су шипалы су еді. Сол суға Айып пайғамбар алейхиссалам 40 күн шомылып бүкіл дертінен сауыпты дейді. Сонда қараса, судың ішінде екі құрт өлмей қалыпты екен. Сонда айтады, я Алла тағала, мына екі құрт өлмей қалды ғой дейді.
Ол екі құрт дейді, біреуі сенің жүрегіңе түскен, біреуі сенің тіліңе түскен құрт дейді. Олар менің көркем есімдерімнен, зікірден оларға шапағат жүргізді. Мен енді оларды сендерге адамға тек қана пайдалы екенін айта аламын дейді. Оның біреуін араға айландырды дейді, біреуін сүлікке айландырды дейді. Сонда жаңағы араның балы да, уы да бізге шипа болатыны, пайда болатын сүліктің арам саршылық соратыны, содан дейді себебі олар жаңағы аяқтарға тілмен жүргенде тұрып, Алланың көркем есімдерінен шықпаған жүріп келеді. Міне баланы 40 күн неге суға түсіреді дегенде осы. Егер келіндеріміз жаңағы баламызды пәле-қаладан қорғасын, жаңағы адам атаны қорғағандай десе 40 күн екеулерін кигізіп, егер Аюб пайғамбар мысалы төзімді, шыдамды, денсаулығы мықты болсын десе, жаңағыдай 40 күн суға шомылдырсын деп, міне осыдан қалған салт дәстүрлер дейді. Енді ары қарай білесіз, осы жаңағы екеулерін кигізіп 40 күн суға шомылдырған соң бесікке салу деген бар. Сәулек шақтыдан айтып отырмыз. Енді діни аңыздарға қараған кезде жалпы бесік жырын алғаш айтқан ол бізді Хауа дейді. Хауа анамыз екі егіз ұл білесіздер ол туралы ұйықтата алмай жаңағы әбігерге түсіп отырған кезде дейді, көктен періштелер түсіп, жаңағы Алла деп Алланың есіміменен бесік жырын айтқан екен дейді. Сонда екі бала маужырап ұйықтап кетті дейді. Осы бесік жыры Хауа анаға арнағандықтан маған үйретіңдерші деді дейді. Періштелер жетіп қалып Хауа анамызға осы бесік жырын үйретті дейді. Соны басқа балаларымызда осылай айтты дейді. Енді білесіздер, бесік жырын қазір айта ма айтпай ма білмеймін. Мына қазіргі ғалымдар, бұл енді келтірмесе де болады, бірақ қазіргі ғалымдар жастарды зерттеу жүргізген кезде айтады дейді. Олардың 70%-ның жүйкесінде ауытқу бар деп айтады дейді, 20-25% қатыгездікке бейім деп айтады дейді. Сөз меселіңізде мен 30 жылдан артық мектепте, университетте, колледждерде сабақ бердім, студенттердің арасында да көрдім қатыгездікті. Былай сау адам сықты, бірақ психикасында ауытқу бар, ол рас. Соның оның бір ғана причинасы дейді, мен айтып отырған жоқ, оны ғалымдар айтып отыр, қазір келтіреміз. Және бесік жырын тыңдамаудан дейді. Енді қараңыз. 2011 жылы Ресейдің Түмен қаласында сәбилерге мынандай эксперимент жасалды. Және жастары бірделгі сәбилерді алып екі топқа бөледі, бір топқа күнделікті және бесік жырын тыңдатады, бір топқа заманауи әндерді тыңдатады. Олар тыңдап жатқанда 6 айдан кейін олардың миын зерттеген, миының дамуын қалыптасуын зерттеген сәбилердің. Сонда жаңағы бесік жырын тыңдаған сәбилердің дейді, миларының қалыпты жағдайда өзіне биологиялық, физиологиялық тұрғыға сай келген дейді. Ал жаңағы заманауи ән тыңдағандардың миларында қараңыз, кішкене ғана сәбилер 70% ауытқу бар деп тұрмыз. Миларында жаңағы жылдардың дамуы баяулаған. Бұл Ресей ғалымдар. Енді американдық биолог бар, Джон Миллер деген. Ол бесік жырын дәл осындай эксперимент жасайды да, ол миды емес, енді жүректі тексереді. Жүректі тексерген кезде және бесік жырын тыңдаған балалардың дейді жүрек қағысы бір қалыпты 68-70 аралығында соғу керек, соны соғады дейді. Ал жаңағы заманауи ән қосып ұйықтатқан балалар дейді жүрек қағыстарын жиілеген дейді. Олар өздерін жаңағыдай ұйқылары бұзылған, өздерін қорғансыз сезінген дейді, қорқыныш болған. Енді қараңыз, кішкене бала бесік жырын тыңдаған, біріншіден миының қалыптасуы жай бола бастады нейрондар, екіншіден және жүректерінің қағысы жылдамдап балалар ұйқысында қорқа бастады дейді. Енді герман ғалымдары ары қарай кетеді, дәл осындай тәжірибе немістер осындай тәжірибе жасайды, олар мына адамның бет-әлпетінде өзгеру гормондарын әдемі соны тексерген. Кейін олар следователь ары қарай апарып отырған. Сонда жаңағы бесік жырын тыңдаған балалардың дейді арман ойлары, айтатын нелер көркем болып шыққан дейді. Мектепке барады, ары қарай балабақшаға қазір балалар қарасаңыз, ойлары да көркем, сөздері де көркем, жақсыға ұмтылатын балалар болған екен дейді. Көрдіңіз бе қалай? Енді американдық психолог Берр деген бар, ол айтады, бесік жырын тыңдамау дейді, агрессияның бастауы. Қарашы, мен әдейі алып отырмын, қазір түсіндірем, мұсылмандар айтып отырған жоқ. Бесік жырын тыңдау дейді. Басқа ғалымдар солай айтып жатыр, бесік жырын тыңдамаған бала қандай болады дейді. Енді ал шығыс халқында дейді, егер ғылым заманы, бұл ғылымдардың жаңағы эксперименттерін көрмей-ақ, естімей-ақ тұрып айтады. Егер дейді бала адам қатыгез болатын болса, есейген кезде адам қатыгез болатын болса, олар туралы айтады дейді. Мынау бесік жырын тыңдамаған немесе бесік жырына жармаған бала екен дейді. Яғни бесік жырын тыңдамаған адам
неге қатыгез болды? Ғалымдар дәлелдеп отыр бұл жағын. Миының қалыптасуы тежеледі, жүрегінің ұйықтауы нашарлайды. Егер кішкене кезден сондай болатын болса, әрине қатыгез адам, әрине ашушаңшаң, әрине жүргісінде ауытқушылығы бар адамдар пайда болады. Енді қараңыз, айттық қой, қазір біз әлде деп айтамыз ғой. Оның басты сөзі әлде емес, не болған екен? Алла болған. Қазақ тілінің заңдылығына байланысты екі дауыссыз ыл дыбысы келгенде ол қатар айтылғанда түсіп қалады. Мысалы, Алла дегенді Алла Құдай сақтасын деп айтамыз, ше? Молла дегенді Молда деп айтады қазақ. Сонда екі ыл болғанда біреу түсіп қалады да, сонда Алла деп қауанаға үйреткен бесік жыры бізге әлде болып келді. Енді қазақ тілінің бесінде қайда екен, бесіктен түсіп қалыпты бала деп, әкім болар ма екен деп сондай айтамыз ғой. Бесіктен бала түсіп қала ма? Баланың өзі тыңдап жатқан бала бір түрлі. Бесікте бала әңгіме, арғадан бала түсіп қалды, шағадан түсіп қалды, кәкім бола ма екен деп. Ал енді бұрынғының несі бесік жыры, ол енді көп мебірек осы мына жерде жоқ екен, оймен түскен несін. Мысалы, басталып бесік жырының өзі кішкене бара жатқан бастап қараңыз сөздері ғана. Шанадан түсіп қалды, әкім бола ма демейді. Ла илаха илlallah да пайда бар. Мұхаммедтің үмбеті осындай бала кімде бар. Әлде деп арайды білесің, сосын әлде көкпен, құт көкпен, бұл сөзімді құт көкпен. Ла илаха илlallah көкпейіңе тұт көкпен. Екі шумақ айтылды, екеуінде екі рет ла илаха илlallah. Қандай пәле жала оған жолайды. Сосын барлық пайғамбарлар туралы айтады, төрт шариғат туралы айтады. Тағы менің балам Жүсіптей, ең көркем сұлу әдемі Жүсіп деп айтады. Жүсіп пайғамбар біздің трансляцияда. Менің балам Жүсіптей, көркем болар ма екенсің, ажарың айдай толсын деп, илlallah деп тербеттім. Қараңыз, қанша жұмақ айтса, сонда илlallah, төрт шариғат досым, Мұхаммед пайғамбардың үмметі, көрдіңіз бе? Енді осындайды тыңдап өскен бала қалай ертең жүйкесі жаман болады, қалай ертең ол бұзықтық жасайды. Сондықтан бесік жырын айтқанда да және осындай бесік жырларының әжелеріміз айтса дұрыс болады. Менің өзім немерем бар, ол 5 жаста мектепке барды, нөлде. Мен тақпақ айт десе осыны айтамын, ойбай айтпақ болсын дедім. Сондықтан ол тақпақ айткен деп ойлайды, бірақ енді оған кішкене кезден осылай айтқан, ол көп жұмақтарын біледі осындай. Сондықтан сіздерге әжелер, жас келіндерімізге айтатынымыз осындай бесік жырын айтудың қандай пайдасы бар екенін, ал айтпағанның қандай зияны бар екенін естідіңіздер, ол мен емес, ғалымдардың дәлелдеуі бойынша. Сонымен көйлекті киді, 40 жылға түсті, бесік жырын тыңдады. Енді бала аяғын апыл-тапыл баса бергенде тұсау кесу. Ал енді мына тұсау кесу қажет екендігін тағы да қазақтың салт дәстүрі дейсіз, бәрібір барып сол жаңағы исламға барып тіреледі, біз ешқашан ауытқып кетпедік. Ұлық Алла әблет пен тәблет деген екі мақлұқты жаратады, олар сондай көркем, ақтарлы, сұлу болған екен, оларды сөйлегенде жерлетінде сендер дейді, некесіз қосылмаңдар дейді. Некесіз қосылуға болмайды, түрлері жаратқанда әдемі көркем жаратқан қызығушылық бар деген және нәрсе ғой. Бірақ осылар және жерлеткен кезде тәблет некесіз қосылды дейді. Енді осындай аңыздарға неге қарағанда осы зинақорлық сол әблет пен тәблеттен басталған деп айтылады. Ал қиямет күні келгенде дейді зинақор адамдар әблет пен тәблеттің қауымынан болып тұрады деп айтылады. Міне сондықтан Хауа мен адам атаны жерге түсірілгенде айтады, некесіз қосылуға болмайды дейді. Жәбірейіл алейхиссаламға мыналарды жерге түсіріп Хауа анамыз бен адам атамызды олардың дейді жерге қабақтары тигенде жаңағы жаманшылық жасамасын қара жерге түспесін, жаман жолмен жүрмесін деп тұсауларын кесіп дейді некелерін қиюды тапсырды дейді. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам оларды аяғын көк шөппен байлап дейді, адам атаны Хауанаға дейін 7 қадам жүргізіп, жәнегі тұсауларын кесіп дейді, сосын некесін қиды дейді. Сол себепті де жәнегі бала енді ғане аяғын апыл-тапыл жерге басқан кезде қара жерді басты, тура жолдан таймасын деп тұрғанда осылай тұсауын кесу бізге не болып келді. Қазір салтымыз болып тұр, бірақ адам атаны Хауанадан басталған екен. Жалпы қазақтарда айтады, тұсауы кесілмеген баланың әлсіз болып келеді. Тұсау кескенде де, және 7 қадам жүргізді де, қазір тұсау кесерде баланы 7 қадам жүргізіп барып, сыйлаңызды айтып, кесу керек дейді. Кескенде майлы шөппен, білесіздер, шөппен және сосын ала жүзінде. Көпшілігі қайшымен қиып жатыр, қайшымен қиюға болмайды дейді. Пышақпен, жүзіп жоғары қаратып
пышақтың жүзін төмен төмендікке қарап отырып кейде әжелер кесіп жатыр қайшы немесе пышақты асып төмендікке қарап тұрса себебі пышақтың жүзін жоғары қаратқанда баланың жүзі төмен қарамасын деген жүз қашан төмен қарайды егер сіз арсыздыққа барсаңыз көңілге қарасаңыз ұятты дүние жасасаңыз өтірік айтсаңыз өсек айтсаңыз деген секілді сондай жаман нәрселерді алғанда адам жүзін төмен салады иә егер сіздің арыңыз таза болса енді күнәдан ешкім жоқ бірақ дегенмен арыңыз таза болатын болса сондықтан баланың жаңағы алғашқы басқан қадамы құтты болсын және жері жаман жолға баспасын деп және ары таза болсын деп енді осындай жақсылықтардың болып жатқанда совет бастағанда сүйінші сұрау дәстүрі бар иә енді білесіздер ыбырайым пайғамбарымыз алейхиссалам төртке дейін бала сүйе алмады сосын бибі анамыздан бала сүйді сол кезде ол кісі жұрттан елден сүйінші сұрады дейді көптен көрмеген баласы бірінші бала сүйген кезде сол кезде бірінші сүйінші сұраған бізде ыбырайым алейхиссалам және сүйіншіге жауап берген жомарт алла тағаламыз дейді ол айтты дейді сүйіншіне атағаным болсын ақыр соңғы шығатын болсын мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам нұры осы баланың белінен тарайды деп ол рас ол туралы білесіздер сонда содан бастап ел ішінде біреудің жаңағы жақсылық болатын болса қуаныш болатын болса бір біріне сүйінші сұрады сүйінші сұраған кезде ол жақсылықпен бөлісу жаңағы пайғамбарымыз сұраса оның қасында кімбіз иә жомарт алла тағала болған сондай сүйіншіге болса біз кімбіз деген біреуден бірдеме ала қояйын деген емес сүйінші сұрау ыбырайым бұл барлық салт дәстүрді бірге айтпаймыз жаңа салт дәстүр соның ішінде сәбиліктен біраз қараймыз сосын ырымдар мен тыйымдар бар және тәбілеттен қалған тыйымдар бар иә әулеттен қалған тыйымдар бар қазақта естіген шығарсыздар біреу бірдемеге жаман сөйлесе әулет басып отырма дейді иә яғни сондай жаманшылық жасаған дүниеде енді тыйымдар көп қой бір мынаны айтып кетейін осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам миғражға көтерілген кезде үмбеттеріне 9 зат әкелген деп айтылады 9 зат ол 9 зат намаз құран сәлемдесу үлгісі жастық жайнамаз сәлде шапан орамал дастархан енді намаз туралы білесіздер 50 рет оқу керек болатыны азайтып беске әкелдік бірақ 50 сауабын алып жүрміз иншалла сосын құран туралы білесіздер оған тоқтамай ақ қояйық сәлемдесу үлгісі ат-тахият намазда оқып жүрсіздер білесіздер енді жайнамаз аршыдан өткен кезде дейді шексіз үлкен дария пайда болды ол дарияны еш нәрсе жүзіп өте алмайтын дейді сол кезде жайнамаз әкеліп қойды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жайнамазға тұрып 2 ракат намаз оқыды дейді сосын жайнамазға отырып 3 ай өмір сүрді дейді сонда қараңыз қазақта мына сөз бар жайнамаз мұсылманның миғражы дейді енді біз көбінде жайнамазшылай жай тұрған кезде бізге қандай уақыт берілді бізге ол миғраждан келген зат біздің миғражымыз сондай уақыт берілгенде біз соған беріліп оқи алып тұрмыз ба жоқ па қорқамыз жайнамазды жайғанда бірден осы түседі да пайғамбар бұл менің миғражым әрине менде болды бірақ бұл менің миғражым мен оқи аламын ба жоқ па мен достоймын ба соған мен осыған лайықтымын ба жоқ па лайықты болып тұрмын ба жоқ па деп мысалы менде бір қорқыныш бір үміт болады сол себепті де жайнамазға бұл деген құрмет арқылы намазға құштар ету бізді сол арқылы ғибадатымызға мұқият болуға үндейді бұны неге айтып отырмыз себебі жаңа 9 заттың бірі жайнамаз дедім намазымызға мұқият болса бұл бізге берілген бір үлкен бақыт соған тұрған кезде ойымызға осыны алсақ бірінші осы жайнамазға тұрған пайғамбарымыз еді бізге осыны алып келген еді бізге осыны берген менің миғражым осы мен тұра аламын ба жоқ па деп мен тұрғаннан қорқамын қазір мен кішкене шатат сетсем солға қарай тозаққа кетемін оңға қарай шатат сетсем деп мысалы мен қорқамын екінші зат жаңағы жастық дейді тәңір тағала жаңа досын тосып алған кезде періштелердің бәрі қызмет көрсетті дейді сонда айтты дейді менің сүйікті пайғамбарыма саллаллаху алейхи уассалам шынтағын мамыққа тигізді сонда мынандай жастыққа келіп қойды дейді шынтағына оң жақ шынтағына жастығын келіп қойды дейді сол себептен де сол келген киелі заттардың бірі біз мына жастық дейміз үйде кейде балалар мысалы жастықпен атысып ойнап жүрсе я болмаса жастықта теуіп жатса ол балаға жасқа қарай ақырын түсіндіріп айту керек балам ұлым қызым бұл деген бізге миғраждан пайғамбарымыздан келген қасиетті заттардың бірі деп әлі күнге шейін қазақтар жастықта қасиетті заттың бірі деп қарайды және жайнамаз екіншісіне айтып жатырмыз жастық деп
Сол себепті де қазақта бір мынандай столда отырған кезде де мына стол келсе қонақтар келсе міндетті түрде шынтағына жастық береді. Ол деген құрмет көрсеткен, ол жастық деп. Енді сонда жай ғана ойланып қалсақ, неге құрмет көрсеткенде жастық берді деп? Ешкім түсіндіріп айта алмайды. Неге жастық, именно жастық берді құрмет көрсеткен адамға? Бала бір кезде дейсің, ал үлкен кісіге отырғансы жастық бересіз ғой, рахат отырғансы деп мысалы. Сондықтан сонда жастықты және келген заттық бір екен. Енді одан кейінгі дастархан, жәнеге сүйікті досына дастархан жайды дейді. Сонда айтты дейді, дастархандағы асыл паттың барлығы дейді, жанаттың асыл тағамдары дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, менің үмбетім осы дастарханнан үлес ала ма дейді. Я Алла, үмбетім деп тұрды, үмбетім деп кетті. Сонда жанаттың тамағын берсе, менің үмбетіме үлесі бар ма деп сұрайды өзі және. Сонда айтады, жоқ дейді, бұл тек қана саған арналды дейді. Тек қана саған арналған. Ендеше дейді, қараңызшы не деген ендеше дейді, мен үмметім үлес ала алмаған дастарханнан мен дейді, жей алмаймын дейді. Не деген көрші тұрған бір-бірімізге былай кіріп шығып дастарханын білмеймін енді. Мен үмметім алмадым. Пайғамбар болу деген оған Алла тағала өзі беріп тұр. Жоқ дейді, менің үмметіме астан дейді, менің ішуге ар-ұятым жетпейді. Ал біз қалай дастарханға отырып жүрміз сол келген дастарханға. Бұрындар үйдің үлкені отыратын еді. Ақсақалына, әжеме. Одан кейін барып бисмилласын айтқан соң бәрі басқасы ауыз тие бастаушы. Қазір қарамаймыз ғой, келді ме, келген жоқ па, әкесі отырды ма, отырған жоқ па, енесі отырды ма, отырған жоқ па, қарап отырған жоқ келді. Аз бастап күйеуіне құйып береді, баласына құйып береді, іші деді. Бұрын, яғни дастарханға отырған кезде Пайғамбарымыз жәнегідей сақтағанда, мен үмметім жемегеннен мен жей алмаймын деп тұр. Бізге не жоқ? Біз соны сақтайық. Қыздар, жас қыздар бар, келіндер бар. Үлкен кісі отырсын бірінші дастарханға. Балаларға да айту керек, тұра тұр деп, атаң алған, әжең келген жоқ, әкең отырған жоқ деп, солар жегеннен кейін ғана, солар бисмилласын айтқаннан кейін ғана жерге тұрсын деп. Енді сонда айтты дейді, ендеше мен үмметіңе осы дастарханды берейін, ішіне ырыс, дәулет, берекені жасырдым дейді. Үмметіңе айт дейді, егер дастархандарын таза ұстаса, адал асты ғана қоятын болса, осы үшеуі де ырыс, дәулет де, береке де, бақыт оларда болады дейді. Көрдіңіз бе қалай? Яғни дастарханды таза ұстау әйелге байланысты, әкелгенді жарату. Бірақ дастарханға жәнегі нәпақа тауып әкелу ол ер адамға байланысты. Бірақ қараңыз, енді ол ер адамға байланысты болғанда, нәпақа тауып ер адамға жүктелгенмен, ол әйелдің қалауы бойынша болмайды. Мен елден кем болмауым керек, анада тұрған неге менде жоқ деп олай ер адамға айтуға болмайды. Нәпақа табу оның міндеті дұрыс, бірақ сіздің қалауыңыз бойынша емес. Қалай табалды ол кісі? Қалай әкеп тұр? Бұрынғының сабырлы, байсалды бәйбішелері шығып баратқанда айтатын дейді. Отағасы арам асты шаңырағына кіргізбе. Қамшының ғұмырындай қысқа ғұмырда харам жегенше, адал емес аш жеген, аштыққа шыдайық, ертең тозақ отына шыдаймыз. Біз қазір қалай табисеттақ, болсын десе болсын, анада бар, анада жоқ, анау неге кидім, мен неге кимедім, анау неге жедім, мен неге ішкен жоқ, ананың баласы ішті, мен неге ішпедім деген. Олай емес, сіз қараңыз, қожайыныңыз, қандай жағдайда, қандай жұмыспен жүр, ол адал жолмен келе тауып беріп жатқан жағдайда білесіз. Және ер адамның өз бала шағасына нәпақа тауып берумен қатар, ол үйленіп үй болып кетсе де, әке шешесіне нәпақа беріп отыру. Әке шешесін күту деген, оның мойнына жүктелген, оның мойнынан алынбайды. Ал әйел адам, егер тұрмысқа шыққаннан кейін, әке шешеңіздің әлеуметтік жағдайын ойластыру сіздің мойныңыздан алынып тасталған. Сізге ол міндет емес. Сол себепті жәнегі жолдасыңызды әке шешесіне береді. Бірінші кезек берсін әке шешесіне. Ол баласын әйелін асырау міндетті, бірақ әке шешесіне береді. Менің төркіме неге берілмеді, мен неге берілмеді деп олай шақшадай басын шарадай қылуға болмайды ер адамның. Себебі ол кісінің мойнында тұру, әке шешені күту, әке шешеге беру керек. Сіздің әйел адамның мойнынан ол тұрмысқа шыққаннан кейін әлеуметтік жағдай жасау алынып тасталды, сізден ол туралы ешкім сұрамайды. Ал енді өзіңіз таңдап деген жарыңыз, Алланың алдында қиылған екеніңіз, егер ол тауып жататын болса, арқылы ақымағыңыз қой, көмектеседі береді. Бірақ ешқашан жәнегідей ем шұқып, шарадай басын шапшадай болуға болмайды екен. Және айтып жатырмыз ғой, мына
таза ұстау дастарханды әкелгенді жарату, ол ысыраптамау, ол енді әйел адамға байланысты. Мына ерінің әулиелігі әйелінің тазалығынан деген бар. Ол Зеңгі баба білесіздер, және жары Әнуар анамыз туралы мынандай бір не бар, аңыз. Зеңгі баба балаларға шекіледі, иесі деп айтамыз ғой. Сонда мына егер іштегі бұзауды көре алады екен, айтады екен, мына сиыр осынша күнмен осындай бұзау бар деп. Сонда бір күн және Әнуар анамыз тамақ пісіріп жатыр, және әйелдің таза ұстауы сұрақтамы деген шығар. Тамақ пісіріп жатқанда ол кісі түрлі дәретпенен, дұғасыменен таза тамақ пісіруге тырысады екен. Сонда тамақ пісіріп тұрғанда мына орамалын жөндей берсе, бірден түсіп кеткендей болады да тамаққа. Сосын былай қарайды, тамақтың ішінен таба алмайды, және түсіп кетті деген күдік қалған себебі үнемі таза, адал ас беріп үйренген, түсіп кетті деген себепті сол ожауменен түскен жеріне бүйтіп алып тастады дейді. Ол кісі енді малдың артында жоқ өзі. Тамағын алып келеді, тамағын алып келген соң айтпайды, енді тұрып тамағын береді, бірақ күдік жанының ішінде тұр. Сосын айтады, анау тұрған дейді, сиыр ішінде қандай бұзау дейді айталасыз дейді. Ана кісі қарайды, осылай, көңіл бұзау мына жерде ағы бар деп қателестіңіз дейді. Оның мына маңдайында ақ бар еді дейді, мына құйрығы жауып жатыр. Қалай қателестім дейді. Мен қателеспеуші едім, қалай қателестім дейді. Ол менің кінәм еді дейді. Мен жаңа тамақ пісіріп тұрған кезде орамалымды қозғағанда бірдеңе түсіп кеткендей болды. Тамағымыз түсіп кетті. Сол жәнегі ердің әулиелігі әйелдің тазалығында деген соң. Бүттей тазалық сақтамағанда жәнегі әулие ғой енді көріп тұр бұзау бар. Соны көре алмай қалды. Көрдіңіз бе қалай? Сонда сіздің үйіңізде берекет болсын десе, жолдасыңыз жәнегідей ырзықты Алла береді ғой енді, молынан, адалынан жақсы беріп тұрсын десе, бұл әйелдің тазалығы. Әйелерін қалай сыйлап тұрсыға байланысты. Еркек таппады деп еркекке сені анау тапты, сен таппады деймін, әйелге байланысты. Еді отырып сіз әкелгенін жаратсаңыз, еді отырып сіз әкелген тазысы. Бір ғане және түсіп кетті ме деген күдіктің өзі әулиеліктің көзін жапты. Бұл енді дастарханға байланысты, дастархан. Енді келесі шапанмен сәлде, миғраждан қайтар кезде дейді, ұлық Алла періштелерін айтты дейді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иығына шапан жабыңдар, зүмірлері тас дейді. Соны жабады, соны сәлде, бұл сенің еркек үмбетіңнің қорғаны дейді. Соны айтады, әйел үмбетінің қорғаны болады дейді. Ендеше мен әйел үмбетіңе орамал берейін дейді. Әйел үмбетінің қорғаны орамал болсын, ол тазалықтың да, қорғанын да болсын. Біз енді орамал салғанда бізге айтады ғой. Қазақтар оның шаштарына шаш басап жүрген қыздарға түспеді. Мені қараңыз, арабтар, түріктер жүріп ғой. Ол былай, бұрынғы кезде 13-те отау иесі дейді. Білесіздер, өтемеген қазірде емес, бізде қазір 13-те қатта әлі мамасының пенсиясы алады. Сонда 13-те отау иесі дейді да, ол кезде қыздарда екен тұрмысқа шығады. 11 жасында, 12 жасында, 13 жасында. Бәлиғатқа толған жоқ. Көрдіңіз бе қалай? Бәлиғатқа толмағанда бізде қазір орап тастап жатқан жоқпыз. Бәлиғатқа толмаған бала бізде де ашық жүріп қойма. Сонда оны шашпау салып және өкілі тақия киіп жүргені ол бәлиғатқа толмаған. Ол тұрмысқа шықты, келін болды, бітті кетерде сәукелек емес, уже жамал кісі бар, барған кейін орамал тартты. Ашық болды. Олар соны көреді де, мынандай сурет көрсетіп, міне дейді, қазақтың салт дәстүрінде қыздар бізде шашпақ таққан, шаштарын ашып жүрген, сөйтіп жүрген, бүйтіп жүрген дейді. Мен айтамын, адам қызыңыз жасын шеді бәлиғатқа толған жоқ дейді. Қыз деп отырсыз сіз. Келін болып түсірді, бәлиғатқа толғанда үлкеніміз 13-те отау иесі тұрмысқа шығып кеткен уже бастарды. Бұрынғы көне фотоларда қарасаң, бірде-бір жалғыз отырған адам жоқ. Апалар да, әжелер де, жас келіншектер, бәрілерінің басында апалардан кейін бәрі осылай орап отыр, шаштарын шығарып отырамыз. Сондықтан жәнегі ол бізге миғраждан келген үмбетіңіздің, әйел үмбетіңіздің қорғаны болсын деп берілген орамал. Сондықтан қазақта қазір салт дәстүрде бар, орамал толмайды жол болады деп келген адамдарға біз жәнегі орамал ұсынып жататынымыз осы дейді. Енді бала кезімізде, бұл енді миғраждан әкеліп тоғжыққа қатысы жоқ, бірақ мынандай бір не айтып кетейін, сол жай миғражда болған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп бір ағаш көрді дейді, көп жапырағы бар дейді. Сол жай Жабайыр сұрайды, мынау не ағаш дейді, сол айтты, тағдыр. Бұл жерде әрбір адамның аты жазылған жапырақ. Сонда бір адам қайтыс болып кетсе, ана жапырақ үзіледі екен де жерге түседі екен. Бұл жерде айтайын деп отырамын, кейде біздің құлағымыз шыңдайды ғой. Айтамыз, оң құлағымыз шыңдап жатса, ол менің біреу мақтап жатыр деп қоямыз. Сол құлағымыз шыңдап жатса, менің біреу жамандап жатыр деп қоямыз. Ондай емес екен. Және менің атым Фарида мысалы. Фарида аттас, мен аттас бір адам егер қайтыс болатын болса, және жапырақ үзіліп түсті ғой. Жапырақ үзіліп түскенше, егер ол жұмақтық болса, менің оң құлағым шыңдайды екен де,
қазақ болса сол бағышында екен. Бұл деген бізге өлімді еске салды. Яғни оң бағым шыңылдаса, мына дүниеге субханалла, сол бағым шыңылдаса астағфирулла. Яғни мен аттас біреу қайтыс болды, не отырдақтық, не жұмақтық. Сонда жәнеге маған өлімді еске салды. Сонда кез келген дүниенің осындай түсініктемесі бар. Енді бала кездегі дәлелерімізде көп естіген шығарсыздар, бізге айтады, бүйіріңді тыңдапа, үйге жүгіріп кірме, табалдырықты баспа, жұмыртқаның елеуіміз бар, көп осындай тиым бар айтатын, иә? Сосын әжеден сұраймыз, неге десек, жаман болады дейді. Ешкім түсіндірмейді. Енді біздің жұмыста жаман болады деді, біз бұрылып кете бердік. Әже жаман болады, яғни сөйлеу жаман болады. Ал қазіргі балаға сіз жаман болады десек, неге жаман болады? Айтты, неге жаман? Оны түсіндіре алмасақ, ол істейді, түсіндірмейінше. Себебі қазір баланың мына біздің технологияның дамуына байланысты оларына не жақсы дамып тұр ма? Оған жаман десең түсіндіру керек, жақсы десең түсіндіру керек. Осындай бір-екі тиымдарды айтайын, балаларыңыз немерелеріңіз сұрап жатса неге деген сұраққа жауап беріңіз. Мысалы, жыртық жазылған ыдыспен ас ішпе деген барсы деді. Үйде кішкене ыдыс жыртық болса, жалпы мына қонақ күту қазақта Ыбырайым пайғамбардан алейхиссалам қалған. Ол кісі ешқашан жалғыз тамақ ішпейді екен. Міндетті түрде үйге біреу келу керек. Содан бір күні қызыл тамақ дайындап, дастарханын жайып, әкесі отыр. Сонда да әке тамағын суып кетті ғой дейді да, тамағыңызды ішсеңізші десе, айтады екен. Біреу келіп қалар, қонақ бірге ішеді. Әрбір айтқан сөзіміз, әрбір және ішкен тамағыңыздан, сусыңыздан сұраламыз. Ал егер сіз біреумен бөлісіп ішсеңіз, қонақпен бөлісіп ішсеңіз, одан сізден сұрау болмайды. Көрдіңіз бе, қазақ қонақ жай қалды деген сол. Көршіңіз шақырып, бір жауын шай іштіңіз, одан сіз сұрамайсыз. Сонда ана кісі күтіп отырады екен, қонақ біледі. Қорқақты сұрауы бар деп. Біз кімбіз? Көрдіңіз бе, біз сұраудан ұмытпаймыз әңгімеші. Сонда бір күні жәнегі тамақ жасалып тұрса, біреу келіп қалай деп отырса, малғұн кіріп кетті дейді. Көреді ме олар әулие адамдар ғой. Сосын тай малғұн дейді, сен кім шақырды бұл жерге дейді. Сосын айтады, Алла тағала маған жырық ыдыстан тамақ ішуге бұйырған дейді. Мен жырық ыдыстан тамақ мені үстелге қараса, шынында да бір жырық ыдыс екен. Алды да лақтырып жіберді дейді. Бұл жерде саған орын жоқ, ендеше ана жақтан ізде ырзығын дейді. Жырық ыдыстан тамақ ішпеу деген сол, яғни жырық ыдыстан және малғұндар қоса ішеді дейді. Оны енді ғалымдар қазір дәлелдеп отыр, және ана жасағанда папорды сыртына бір лақсықылы біреме жазылып тұрды ғой. Ана жырық болып кеткенде, ол жоқ болып кетеді екенде, ана жырық жерге бактериялар, микробтар тұрып алады дейді. Ол зиян деп айтып жатыр мысалы, иә? Көрдіңіз бе? Өзі кез келген мына Құранда айтылған аяттар, сүрелер болсын, кез келген осы аяттар болса, қазір ғалымдарымыз бәрін енді дәл 15 ғасырдан кейін дәлелдеп. Нені білесіздер, жан-жақ мұртын білесіздер, иә? Судың астын өмір бойы соған арнады бір микробиологқа неменен судың астын зерттейді, жерорта теңіз ортасын бөліп тұрады. Таң қалып, ол бір уже 20-шы ғасыр соңында компьютер пайда болды, ана съемка жасайды, судың астына түсіргенде айтады, бір балықтар мынандай түкте көрінбейді, су тұщы ашып қосылмай, балықтар тірлікте былай жүзіп кетеді, мына сонда көрмейді. Оған неге таң қаласың дейді да, ол Құранда жазылған болса емес пе? Қалай жазылған Құранда? Және оқып берсе аятты оқыса, нені айтады? мұсылмандық қабылдайды. Ол бәләмбай уақыт өмірін сарп етіп, және зерттеп, дәлелдеп жатса, ол Құранда жазылып кеткен дүние. Сол сықылды мына адамды бір тамшы судан жайып ұстасын, бір тамшы судан жайраттым, 3 кеден артына қойдым деген бар ғой, ішқараңдықтың артына қойдым. Енді қарап, оққа шешім білген жоқ, 58-ші жылы УЗИ шықты ғой, УЗИ шыққан кезде ғана білген. Оказывается, мына әйелдің маткасы 3 слой екен, 3 қараңдықтың артына қойдым деген. Жарықтық сөзі білмесек. Соны бәрі ғалым. Мен қазір атымды ұмытып отырмын, сол ғалымның мына жалпы баланың дамуы. Бірінші аптадан бастап дамуын, және 40-шы апта сонша аптаны жазған, ол кісі атлас шығарған. Сонда әр атласта ол кісі сол үшін Нобель сыйлығын алды. Сонда Нобель сыйлығын бергенде айтады дейді. Егер мен Құранмен осыдан 15 жыл бұрын таныс болсам, Құранмен Нобель сыйлығын 15 жыл бұрын алар екен дейді. Сонда және кісінің атласында, және жасалған. Мысалы, бірінші апта дейді, баланың қалай дамыған, бұл жерге Құранның сүресін жазып қойды. Мұсылман емессің? Мұсылмандық сол қалды. Екінші ретінде, екінші аптада бала осылай дамиды дейді, Құраннан сүреді. Бәрі жерде жазылған ғой, білесіз ғой, түгел жазылып тұр. Бір тамшы қан, оны осы жүгінде үйді, одан кейін оны еді, одан енді несі жабады деген. Соның бәрін олар енді УЗИ шыққанда, енді қаншама техника пайда болғанда дәлелдеп жатса, ол Құраннан бұрын жазылып кеткен. Жәнегі жыртық ыдыс туралы айттым.
сосын сол ғалымдардан деген ғылымдармен байланысады. Ғылымдар енді дәлелдеп жатса және жылдық ішпеу болмайды деп. Ал бізде бұрыннан келе жатқан жылдық ішпеу болмайды. Сосын құмырсқаның илеуін бұзба деп қазірде айтамыз балаларға, иә? Құмырсқаның илеуін бұзба, құмырсқаға тиіспе деп. Ол ең біріншіден мына Нұх пайғамбар алейхиссалам бұл сияқты үлкен кеме жасады, енді кеме жасайды да, енді айтады: "Я Алла тағала мен жасадым" дейді. Ертең кеш ішін азық. Мен қалай толтырамын дейді да, бір күнде ішін азық. Бір күнде қалай толтырамын дейді. Сонда айтады: "Құлым қан жеме дейді, мен шебер Аллахым" дейді да. Таңертең кеменің азыққа толтырып. Сонда таңертең қараса және көп жұмысты бір дәлде істеп және нені толтырған екен. Кемені. Сондықтан да кемеге бірінші кірген құмырсқа дейді. Яғни және туған судан алып қалғанда кемені толтырған осы құмырсқа екен. Алланың бұйрығымен әрине. Екіншіден, Жүсіп пайғамбар 8 жылдай зынданда отырғанын білесіздер, аштан болған кезде, және Алланың бұйрығымен құмырсқа азық тасып тұрады дейді. Құмырсқа азық тасып тұрады білесіздер. Сол кезде Жүсіп пайғамбар бата береді, илеуің бұзылмасын, ешкім саған жәбір көрсетпесін деп бата берген дейді. Сол себепті біз оған. Үшіншісі, Сүлеймен пайғамбарға патша деп те атап көп аңыздарда байланысты келе жатқанда бүкіл жан-жануарлардың тілерін арқылы мына біз кішкентаймыз, ұсақпыз, аяқтың астында бапталып жатырмыз да, сенің ана әскерің келе жатқанда қызыл жала ұстап жүрсін, біз сонда қашып кетеміз. Сол себепті де қазір үйге мысалы құмырсқаға кетсе, бір жерде болса, бізде ешқашан өтірмеген ұсақ-ұсақ қызыл дегенде жалаушалар болып бастайды, қызыл матадан. Сонда құмырсқаның өзі кетіп барады. Міне осындай үш себепті құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды деп балаға түсіндіріп айтуға болады. Енді осылай отырғанда біреу маған айтып жатыр да, міне осылай айтып жатыр, сонда біз осымен кетіп қалсақ, Құранға қайшы келмейміз ба, пайғамбарлардың сүннетіне осы неге қайшы келмейміз ба? Мен жүр аттарын атамай қоймын, бәлембай мен жазып қойдым. Қазақстандық ғалымдар деген, теолог ғалымдар деген бар, теолог ғалымдар дегеніміз осы ислам жалпы дін туралы зерттейтін ғалымдар. Солар былай дейді: біздің пайымдауымызша дейді, ғалымдардан атамай қоймын, қазақтың салт дәстүрлері, қисса мен ырым тиымдары Құран рухына, пайғамбарлар үлгісіне қайшы келмейді дейді. Сондықтан да әрбір атаның міндеті осындай салт дәстүрлерді, ол біздің рухани байланыс сақтап, оның қайдан шыққанын, не себепті шыққанын түсіндіріп отыратын болса, бала бәрібір соған келеді, себебі барлығы келіп не Құранға, не пайғамбарларымыздың өміріне келіп тіреледі екен. Осы міндеттерді атқару жолында барлығымызға Алла жар болсын. Енді мына Абайдан артық айтқан ешкім жоқ, 38-ші қара сөзінде айтады: баланы жас күнінен жіберіп алсаң дейді, тәрбиеге көндіре алмасақ, біз оған қиянат жасаймыз. Ал қиянат дегеніміз хақиқат пен растықтың дұшпаны. Ал Алла деген ол хақиқат пен растық дейді. Тағы Аллаға кетіп егер баланы кішкене кезінен дұрыс тәрбие бермесек, біз онда ол қиянат жасаймыз. А қиянат деген ол хақтың жолы, хақ дегеніміз Алланың жолы, растықтың жолы. Яғни біз Алланың алдында бала да бізге берілген аманат, ол да бізге берілген сынақ, қандай болса да көрініп, соны тәрбиелеу. Енді мына және осы айтып жатқандардың бәрі қиссалар ғой. Жаңа айттық қой, ғалымдар сөйтіп айтты, қиссады. Енді бұрын қазақта қиссаны жатқа айтатын адамдар болған. Олар осындай адамдар болғанда қиссаны жатқа, мысалы, сөткіреп айтатын. Күнімен, түнімен адамдар жалпаса, олар қиссаны айтып бере алатын. Онда мысалы, Біржан саған айтсын білесіздер сол кезде. Бұрынғы кездерде мына қисса білмеген адамдарда қиссамыз Құран айланып келгенде. Құранның ішінде жазылған пайғамбарлардың өмірі. Жәнеге Юсуп пайғамбар дейсіздер, Жүсіп пайғамбар. Бақтың ішіне кіріп кетуі, Сүлеймен пайғамбар жүзігінің жоғалтуы, бәрі Құранның ішінде тұр. Ол қисса ретінде балаға ертегі сияқты айтып беруге болады, қиссаны. Сонда бұрынғы заманда осы қиссаны білмеген адамдарды надан деп есептеген. Қарашы, және Сарами Біржан айтып жатқанда Сарами айтты дейді: ей Біржан, кімге дәрі амандығын, сөз білсең, ол да сенің жамандығың. Қисса сүн әмбияны оқымақпен дейді, осыдан мағлұм болды надандығын. Егер қиссаны білмесең, надансың дейді. Құранды білмесің, Құранмен көне жүрсің, Құранның жолын білсең, бәрі Құранның ішінде жазылып тұр. Қазір мен емес, бүкіл ғалымдар айтады. Әлі ашылған жоқ Құранның қыр-сыры. Ашылған жаңағы матканың несі деген соның бөлімі тағы да басқа. Космос туралы да ашылған. Ол Құранда жазылып кетті ғой. Космос туралы. Қайсыры дегенді нақты айтылмын, бірақ мұсылман болып жаладым, бірақ мұсылман емес. Біз жеті қат көкті ашқан кезде
ал кеттік деген шық дейді. Поехали говорить. Қанша болған ракета бытыш болды жарылды, ұшатын кезде Алла тағала өзі ашқан кезде ұшылды, сол сияқты. Міне оны жәнегі осыдан мағлұм болды надандығын деген сонда қиссаны білмеген надан деген яғни жәнегі айналып келіп бүкіл салт дәстүрімізді қараңыз осыған келіп тұр. Енді 1926 жылға дейін Қазақстанда көптеген мешіт медреселер болған. Осы медреселерде 12 пән оқытылған. Соның негізгі оқытылатын пәннің бірі қисса сүннат әнбия деп аталады. Оны жинақтаған Ашқар Жүсіп Көпеев болған. Ол туралы өзі жазып кеткен өлеңде бар қиссаларды. Енді осы қиссалардың пайда болған туралы мына және айтып отырған қиссаларды салт дәстүрге байланыстыруымызды кейбіреулер ертегі сияқты қабылдауы мүмкін біреу, соны мына мен емес, теолог ғалымдар, мысалы түркте Шабан Али Дүзгін деген ғалым бар, осы айналысатын Франц зерттеуменен жәнегі қиссалармен сол кісі былай деп қорытынды жасайды, осылай зерттеп келіп, жергілікті ырым тиымдар ислам мәдениетін толықтырады. Көрдіңіз бе? Ислам мәдениетіне ешқандай қайшылық жоқ, ислам мәдениетіне ешқандай қайшы шықпайды. Керісінше біздің ата-бабамыздан сақталып келе жатқан жаңағы ырым тиымдарымыз, салт дәстүрлеріміз оны толтырады дейді. Ал енді даниялық ғалым Георг Негуш деген айтады, адам ұрпағы өмірінен мән іздейтін жан тыс тіршілік иесі дейді. Өмірге неге келдің? Неге жүрмін, не істеп жүрмін деп жан тыс тіршілік иесі дейді. Осы ұлы мәнді іздеуде дейді, ғылым құрал бола алмайды дейді. Тек қана мифтер, тек қана қиссалар болады. Себеп қараңыз. Қандай Чарльз-Дарвин бәленбай өмір сарп етіп, адам маймылдан жаралды дейді. Мысалы үшін, ғылым ешқандай сіздің өмірге неге келдіңізге жауап бере алмайды. Тек қана Құран жауап береді. Өмірге неге келдіңіз. Сонда мен айтып отырған жоқ, оны айтып отырған даниялық ғалым мұсылман болмаса да айтып. Тек қана мифтар, тек қана аңыздар, тек қана жәнегі сізге өмірге неге келдіңіз? Неге ол салт дәстүр осылай сақталып келе жатыр? Неге жауап береді? Қазіргі жаңағы ғылым емес, керісінше сізге жауап береді. Англиялық ғалым бар, Пален Армстронг деген. Ол айтады, қисса, мифтердің осындай тоқтап қалу себебі біздің бос кеңістік қалды. Мысалы біз 70 жыл, одан да көп уақыт бізге мешіт медреселерді жапты, Құранды оқытпады, дін апиым деді. Біздің арамызда бос кеңістік болып қалды. Себебі бізге дейінгі ата-бабаларымыз бір-біріне беріп отырған және қиссалар ұмытылды, аңыздар ұмытылды. Біз балаларымызға қиссаны айтпадық, аңызды айтпадық, адам неге жаралғанын айтпадық, қайдан жаралғанын айтпадық, не үшін жаралғанын айтпадық. Сондықтан арамызда осындай кеңістік пайда болып қалды. Міне сол кеңістікті толтыру үшін дейді, психоаналитика деген ғылымды ойлап тапты дейді. Мен айтып отырған жоқпын, айтқан Англиялық ғалым. Қазір мына психологқа жүгіріп жастар жағында көп, осы психологқа бар. Психолог маған көмектеседі. Психолог көмектеспейді сізге. Айтып отыр. Ол және бұл бос кеңістікті, сол именно жәнегі мифті, именно жәнегі қиссаларды, пайғамбардың салған сүннетімен жүреді, Құранды бұзу арқылы бізге бос кеңістік қалдырды. Енді ол бес күн қалып отырады. Психология деген ойлап тапты. Ал мұсылман баласына психологтың қажеті жоқ. Біз жәнегі барып батюшка Симон білмейміз ғой. Біз күніне 5 уақыт нәпіл намаздарымыз бар, арасында дұға намазымыз бар, әуәбел намазымыз бар, оқуатса көптеген намаздарымыз бар. Әр намазда не істейсіз? Алламен тікелей сөйлесесіз. Бір рахат дүние ғой. Сізге мұсылманға жалпы психологтың қажеті қанша? Ешқандай психологтың қажеті жоқ. Бардыңыз сәждеде Алламен кәдімше сөйлесесіз. Оны мен өзім кәдімше сөйлесем. Не жоқ болса да, не болса да, бәрін Аллаға айтам, Алланың немесем, Алла көрсетсін, Аллаға жүргізші. Психолог не керек? Сондықтан ол әдейі ойлап табылған ғылым дейді. Жәнегі мифтерді, жәнегі мен айтып отырған қиссаларды алып тастаған кейін қалған осы еместер үшін. Ал енді осы бізде өткен 70 жылдың ішінде біз құрдымға келе жаздадық қой, енді ішкі дүниемізді толтыруға бос кеңістік қалды. Енді оны тек қана біз иманмен ғана толтыра аламыз. Ал енді мейлі балаңыз қазір жақсы оқысын, алтынға бітірсін, университетке түссін, мықты маман болсын. Егер иман болмаса, одан да сондықтан қандай ғылым
техника дамып кетті дегенде мен ол техника бізге ибалы қыз, инабатты ұл жасап бере алмайды. Қандай дамыған техника? Тек қана бізге әр ата-ананың арманы ғой, балам өзімен артық туса деген. Ұлым қайтса зерек болады, қызым қайтса инабатты, ибалы болады деген. Қызыңыз инабатты, ибалы болуыңыз келсе, ұлыңыз және де зерек болуыңыз келсе, міне осы қиссалар менде қазір 300-ге тарта қисса бар. Ол қисса тұнып тұрған осы Құран. Сондықтан біз осы қиссаларды айтып беріп отыратын болсақ балаларымызға, онда оларға кішкене кезден Құранды айтып беріп отырмыз деген сөз. Себебі қазір енді мына телевидениеде неден қарап отырасыздар ғой, атақты жазушылар болсын, академиктер болсын, сол кез келген адаммен кездесу өткізсе, ол айтады, мен кішкене кезімде атаммен әжемнің тізесінде отырып қиссалар тыңдап өскен едім. Сәбит Мұқановты алсаңыз, Ғабит Мүсіреповті алсаңыз, кез келген өзінің автобиографиялық жазатын шығармалар бар ғой, қараңызшы, бәрі айтады. Ауылда осындай бір адам болған еді, сол қиссалар қайтып кетіп бәрін соған жүріп ауылымызға тыңдайтын едік. Қисса тыңдап өскен басты бала, ол Құран тыңдап өскен емес. Қисса тыңдап өскен бала және де. Ал енді осы бүкіл қазақтың салт-дәстүрі оқуыңыз келсе Бауыржан Момышұлының Шұқаниясын оқыңыз, Шұқанияда және әжесі қазақша жыл санау және мен айтып отырғаным барлығы көптеген және салт-дәстүрлердің бәрі Шұқанияда әжесі Бауыржан Момышұлы кімнен қор болды? Сондай бір туар тұлғаларымыздың барлығының естелігін қарасаңыз, мен әжемнің тізесінде отырып қисса тыңдайтын едім, немесе мен атамның тізесінде отырып қисса тыңдайтын едім дейді. Қисса дегеніміз не осы ғалымдардың айтуынша Құранның 3/2 қисса деген. Енді айтады ғой, бір жылын ойлаған адам елге бидай егеді дейді, 10 жылын ойлаған ел ағаш егеді дейді, мәңгілігін ойлаған ел ұрпағының жүрегіне ізгіліктің дәнін салады дейді. Ізгіліктің дәні деген осы Құрандарымыз. Енді мына Сүйемел Пайғамбар жаңа айтып қой, барлық жан-жануарлардың тілін бір күні отырса, жанына сылдап отырып жылан келіпті, түп-түзу болып кетіп тұра қалған жылан. Сонда айтады, сен түп-түзу екен ғой бойың, нағып елеңдеп жүресің дейді. Мен әу баста Алла тағала жаратқанда түп-түзу қылып жаратқан дейді. Ібілістің сөзіне ілесіп ол туралы біз келесі айтамыз. Алғаш менің жұмақта болған кезде қорғаған сол сақ еді. Мен ібілістің тіліне ілесіп дейді, жаған жолға түсіп кеттім. Сондықтан менің жолым да артта қалдырып жатқан ізім де ирелеңдеп түседі дейді. Ал сіз бен бізге ұрпақ тәрбиелеуде ізіміздің ирелеңдемей түзу түсуіне бізге сондай жамағатты Алла нәсіп етсін. Біз сіздермен тек қана балаларды осындай қиссалармен, ертегілермен, аңыздармен, барлық салт-дәстүрді айтқанда айранып келіп осы пайғамбарлардың өміріне, айтсақ, жас ерекшелігіне қарай ақырын айтып беріп отырсақ, мен ойлаймын, оларда жаңа бүгінге мен дайындалғаным осы, себебі бірінші келе жатқан аудиторияны танымаймын. Тек қана мына баланың жаңа айтып қой, сәбилік шаққа байланысты біраз мысалдар. Енді бұлардың қалыптасу кезеңіне байланысты, туға байланып, үй болу, өлімнен кейін өлім деген осындай қиссалар көп. Мен айтып менде 160 сондай қисса бар. Сол қиссалардың барлығы бәрін түсіндіреді. Жаңа фактормен айтып қой, не болады сос қылды. Бәрі беташар да Хауа анамыздың бетін алғаш ашып көрсеткен. Көп осындай қиссаларды сіздерге рахмет. Осы өзінше. Егер сіздерге ұнап ататын болса, сіздерден спорт болып ататын болса, сәбилік шартты аяқтан, мысалы, басқа адамдар, сіздерді не қызықтырады, сіздерде ұстаздарыңыз бар екен айтсаңыздар, мысалы, неге осы жәнегі түйіп көрпе туралы маған бір отырады, ол кезде Рамазан айы кезінде ауыз ашарға қарап отырды, бұл үйде оңқи әжеге 30 шақты деген даталар, сонда бір ата қойды маған. Бірақ, сен білесің бе балам, ана айтып қой, мына неге тұйық жағын қаратпа деп айтады деп. Сонда жаңа тұйық жағын қаратпа айтты ғой сөз қылды. Біреу серкеш туралы сұрап еді. Мен жаңа беташар туралы айтып кеттім. Қазір беташарды жасап жатырмыз барлық. Сонда асты төсейді дағы әлгі шығарда күйеу бала көтеріп жатыр. Сол біздің дәстүрімізге келе ме, келмей ме? Енді ол былай істейік, келесі сұрақ онда сіздерде үйлену тойынан байланысты болсын ба? Үйлену тойына байланысты, жаңа беташар, құда түсу, қалымал беруде. Ұзатқанда қазір бірақ дейді. Қалымал беруде бізде Алла тағала жоқ, олар емес,
Arte сөйтті, соны кен әлі қызды алатын бала көтеріп алады кетеді. Сол біздің енді немізге келмейді, жоқ көңілге тура емес. Ендеше былай істейік. Келесі жолы егер сіздерде сондай сұраныс болып жататын болса, тек қана осы қалыңдық, күйеу жігіт үйлену тойына байланысты салт дәстүрлерді осы пайғамбарларымыздың өміріне байланыстырып бәрін түсіндіріп айтуға тырысайық. Бұл көп ауқымды тақырып, бет ашарында және сосын мына көп нәрсеге торт жақамында істеу үшін дұрыс емес. Дұрыс айтасыз. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Солардың бәрі келесі жолы кездескенде өтеше келесі тақырыбымыз біздің үйлену тойы туралы болсын. Сондағы салт дәстүрлер олар қайдан шыққан сол туралы Әнбия деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Қисса сөз пайғамбарларымыздың жолы өмірі. Өмір баяны. Қисса, солар туралы қисса деген сөз. Пайғамбарларымыздың өмірі туралы. Қиссаларды қашырмаған адамдар бар ғой. Сіздерге кесіп береді ғой. Соны береді сіздерге. Кешіп келдіңіз ба? Мынандай осы үйлерде көрпе салады ғой. Көрпе салғанда мысалы жерге салғанда кейде былай көтек салып қойса жаңағыдай салып жатса үлкен әжелер айтады тұйық жағын қаратпа дейді ары қарай. соны былай ашып қояды. Себебін білмейді. Себебін білмейміз. Сіздің басында айттым. Ол былай ғой, ол мынадан шыққан. Қазақта кісі қайтыс болғаннан кейін жылдық беру бар білесіздер, иә? Ол біздің жайған салтымыз, ол исламға ешқандай қатысы жоқ. Жылдық беру жоқ. Ол былай болған. Ол жалпы қайтыс болған кісіге беру емес. Ол келінге байланысты шыққан. Біз оны келін қайтыс болған кісіге бермейміз. Ол былай ғой. Мысалы жас келін, жігіт қайтыс болды. Мысалы жас келін қалды. Қазіргідей заман емес, енді ол кезде медицина жоқ. Мына адам мысалы ақ қосады, жас келін не қалады екен, аяқ алып екен. 4 ағашын білмеуі де мүмкін. 5 ағашын ішімеуі мүмкін. Сол жәнегі жұбайы қайтыс болып кеткен мысалы бір жылға шейін егер жасыға енді елудегі әйелі понятно енді, иә? А жас келінді бір жылға шейін күткізген. Ішінде бала кетпесін, тағы да сондай жағдайлар бар. Сонда жәнегі бір жылға тақай ғой ана кісінің қайтыс болғаны, күйеуінің қайтыс болғаны. Сонда бұрынғы бізде қазір ене келеді келінмен сөйлесе салады, келін барып енесіне берекесін айта салып, артасына енді қазақ тілесінде бәрі қасқабақпенен, ымменен ғана түсініп отырған ғой бұрынғылар, иә? Сонда мына жыл болған кезде енесі алады екен деп жүріп тұрған жұртпен көрпені шетіне қайрайды. Ол бір жыл күтті, жәнегі құрсағында көпе жоқ екен, бәрі жақсы, енді жас келін не отырады, иә? Бұлай күткені енді біздің босағадан кетуіңе болады деген белгі. Сонда ол егер келін сол босағадан кеткісі келсе, мынаны көреді, енесінің айтқысы келгенін түсінді, мынаны ашпай тосқалып тұра береді. Онда ата-енесі келінді әке-шешесіне апарып тапсырады. Егер келін бұл босағадан кеткісі келмесе, онда жәнегі енесінің қайып болған құлдысын қайтадан былай ашып қойды. Онда мен бұл босағадан кетпеймін, осы жерге келін болып түскен осында қалып демесіз. Онда қарай, басқа жұмыс жоқ деп осылай, әмен келіп аға өсемін, басқа сұрақтар. Сонда жәнегі мына қайып қою ол келінге байланысты шыққан. Енесі осындай намек берді, көрдіңіз ба? Қасқабақпен осылай берді, осы үйде қалды ма жоқ па? Келін осылай қалдырса, келеді үйде, қалып келмейді. Келін былай ашып тұрса, бұл үйде қалады. Содан кейін барып, жыл өтті, жәнегі құрамын оқыды, басын оқып, ана келінге басқа қасына шығуға, басқа қастап еді, ал келін ашқасын тұрда, өзінің үйіне көрді. Осыдан кейін жәнегі салып қалғаннан кейін біз ана кісінің жылдығын беру. Жылдығын. Бұл шайдақта жоқ деген көпен түйіп жағын. Так, біздің тарағымыз келмейді. Тарағымыз келмесе, көп нәрсені қазір адам топырақтан жаралып отырмыз ғой.
соны ғана білеміз, сол топырақта жазған қиссалары көп. Мысалы, адамды дейді, топырақтан жаратар кезде Алла Тағала бірінші Михаил періштені жерге жібереді. Топырақ алып келді. Барса жерде жүрегі солқылдап жылап тұр. Мен топырақты алса адам жолын жаратылады ғой. Мен қанша ұрпағым, олар ертең күнә жасамай тұрады ма? Олар ертең ыстық суыққа шыдамай тұрады ма? Суық болса суық деп, ыстық болса ыстық деп. Олар тамақтарын қайтып тауып беремін қазір. Сонда орайына жауап береді ғой. Сонда бірінші барғанда суыққа шыдамайды ғой, мен оларды қалай дегенде екіншісі ауа-райына жауап беріп тұратын періште болсын дейді, қазір беріп тұрады. Екінші ырзық тарап тұр дейді. Үшінші жіберген кезде Жәбірейіл ғалейхиссалам жіберді. Ол барады да, топырақ алуға келдім, ол Алланың әмірі деп топырақ алып кетті. Соны келгенде айтады, жер айтты, сені рұқсатпен алсаң болар еді ғой дейді да, не қылып дегенде айтты дейді. Мен Алланың әмірін орындадым. Алла маған әкел деді, топырақты мен әкелдім дейді. Сонда Алла Тағала өзіне айтады, мен ешесе жаңаладым періште. Сонда Жәбірейіл ғалейхиссалам жылап жүрді дейді. Қалай мен жанын аламын? Өзімнің сүйіп жаратқан, оның ішінде пайғамбарлары да бар. Қалай мен жанын аламын? Онда айтады дейді, жақсы, сенен көрмешпен, адамдар мен жек көріп кетеді ғой деп, ана жаңалық ішпешті. Ендеше мен оларды әртүрлі себептермен аламын, сонда олар сенен көрмейді. Біреуін аурудан, біреуін опаттан, біреуін және сондай себептермен аламын. Сонда жер ана жылады дейді, мына келген адамдар, олар қаншама күнә жасайды. Адам зұлы олардың бәрі топыраққа жарылсын, топыраққа көмеді. Қалай бәрін көтеруде? Қаншама күнәһар адам, қаншама күнәмен келеді. Мен қалай көтере аламын оларды деп жыласа, Алла Тағала айтып қойды. Көтере алмайсың, мен бірақ сен көтере алатындай жеңілдетемін. Қалай жеңілдетемін деп және біз мен басына барып дұға жасаймыз, кешіре көрейік дейміз ғой. Сонда әр жұмада біз әр жұмыстайда оқып қойдық, және бір-біріміздің артымыздан дұға жасау, әке-шешеміздің артынан дұға жасаймыз, Алла Тағаладан ете Алла. Бір-бірімізге мұсылман баласы дұғада боламыз ғой. Сонда олар солай бір-біріне дұғада болып қайтқан кісінің артынан Құран оқиды да, олардың күнәлары жеңілдей береді, сонда саған жеңілдей. Мен оймен сөйлеп айтатындар. Сосын мына топырақтың өзінде, мына беттің топырағы дейді, Меккеден әкелген. Сондықтан мысалы намаз оқып, бетіңіз нұрланып отыр. Мысалы мына біздің қайта-қайта қарап отыр, бет нұрланып отыр. Неге бет нұрланады? Неге Меккенің топырағын жаралады? Сол себепті егер біреудің бетінен әділетсіз түрде сіз былай ұрып жіберсек, Меккенің топырағы сізге қарғыс айтатын себебі адамның жүзін Меккенің топырағын жаралады. Ал адамның аяғының аяғын тоңып тұрады. Аяқтың дейді топырағына солтүстік жақтан әкелген деп айтады. Мен бұларды негізіне былай айта салып отырмын кейін. Мына адамның несі не ауыр жүк болса да былай иыққа салып көтеріп аламыз ғой. Сонда мына арқаның жолының несін топырағы дейді, тас араласқан, қиыршық құм араласқан топырақтан жаратқан дейді. Сол себепті ол мықты дейді, арқаға көтеріп аламыз. Мен сондай мен әшейін қысқаша ғана айта салып едім. Сондай осындай қиссалар өте көп. Бірақ қайшы келмейді деп ғалымдар дәлелдеп жатыр, сондықтан жүрген жерде ақырын-ақырын айтып жүргеніміз. Қабірде екі періште болады дейді ғой. Екі періште ол адам қандай болса сондай иеледі деп Екі періште болады жаңағы. Қабірде екі періште сұрақ қалады ғой, сол туралы айтып берсеңіз. Ол туралы сіздер білесіздер, екі періште отырған бәрін жазып жатыр мысалы, иә? Жақсыларым. Біз өзі не үшін келдік? Сынақ үшін келдік. Солай ғой, өмірге жаңа айтты ғой, бірақ пенде нәрсе бар, ол адам ғана өзін-өзі сұрақ қойып, мен не үшін келдім деп бізге басқасы ақылық қой, бізге сана берген. Сонда не үшін келдім дегенде біз не үшін келдік? Бүкіл 18 мың ғаламды, жындары бар адамдарды бәрімізді маған құлшылық жасап деп жараттыңыз. Біз құлшылық жасауға келдік. Ол деген сіз үйіңізден шықпай, ашынген, не ол? Алла разы болатын игі істер жасау, сауапты істер жасау, бір-бірімізге қайырымды болу, дұғада болу, алысқа бармай ақ қой, ата-анаңды сыйлау, келін болсаң ата-енеңді сыйлау, көршіңмен жақсы тұр деген секілді. Міне, егер сен осылай дейді, жақсы, Алла разы болатын игі амалдар жасап, сауаптарың көп болатын болса, саған өлім періштесінің өзі саған қорқыныш болып келмейді. Қорқпай кетесіз. Қорқпай кетесіз. Себебі сіздің жасаған сауапты істеріңіз көп.
Сіздің жасаған игі амалдарыңыз көп. Намазыңыз толық, оразаңыз толық, ешкімге жамандық жасамайды. Әрине ол күнәсіз адам болмайды. Бірақ сіз білесіз бе, намазға дейінгі күнәларымызды, сіз сол сияқты қорқынышты өкілі деген, сіз егер өзіңіз соған достойны болсаңыз, мысалы, сіз келдіңіз, сізді сол үшін жаратты. Егер сіз достойны болсаңыз, Алла тағала сізді жақсы көреді ғой, махаббатпен жаратты ғой сізді. Сіз ешқандай қиналмай, қорықпай келген сұрағым бар. Арабша білмеймін, қалай жауап беремін дейді ғой. Жауап бересіз. Қалай жауап бересіз? Алла тағала тіліңізді де келтіреді, бәрін келтіреді. Қорқынышты да сейілді. Жап-жақсы екі періште келді алдыңызға. Сізге сұрақ қойып алып, Раббым айтасыз. Не үшін жаратты айтасыз? Пайғамбарыңыз кім айтасыз? Айта аласыз, тіліңіз бәріне келеді, себебіз бұл өмірде берген сынақтан жақсы өтсеңіз. Иншалла сондай болады. Егер сіздің ондайыңыз жоқ болса, ғайбат айтсақ, ананы сыйламасақ, ананы істемесек, мынаны істемесек, намаз оқып тұрып басқа нәрсені ойлап тұрсақ, былай киініп шыққанда біреуге ұнау үшін, әртүрлі әртүрлі. Ниетке байланысты ғой, не нәрсе? Ниетін көп. Жеңіл өлім бар деп кім айтты? Пайғамбарымыз қалай еді? Күнәдан пак, жүрегі жуылған білесіздер. Сонда қиналып қалса. Біз кім білеміз? Сондықтан жәнегі қорқынышты болып келмейді деген өзіңізге байланысты. Өзің таза, жақсы, өмірде қорқыныш ешкімге тудырмай, өзіңіз қорқынышсыз өмір сүрсеңіз, сізге әрине ажалыңыз да жеңіл болады. Бәрі айтады ғой, ұйықтап жатып жүріп кетіп дейді. Қандай таза өлім деп айтылады, иә? Енді өзі таза болған ғой. Сіздерден де Алла шексіз разы болсын. Ол сіздерге байланысты. Сіздердің ұстаздарыңыз бар екен, сіздерге қандай жақсы, кей жерлерде ұстаз жоқ, адамдар қиналып жүреді. Егер ұстаздарыңызға айтып, мен телефоны бар айтасыздар, осыда келесі тақырыпты анықтадық, үйлену тойына байланысты, адамның үйленуі. Мен соған байланысты барлық салт дәстүрлерді осы айтып беруге тырысамыз. Сұрақтарыңыз, егер сұрақтарыңыз болса, иә сіздер ұстазға бересіздер. Мен қазір Сарыөзектен келіп отырмын. Жалпы мен Астанадан келдім. Қазір Сарыөзектемін. Негізі Астанадан келдіңіз бе? Негізі Астанадамын. Қазір Сарыөзекте тұрып жатырмын. Сол жерде жұмыс бойынша ұлым сонда ауысқанда сонда бір завод ашып Келетін уақыт келсе, сосын сұрақтарыңыз болса, ұстаз сізге мына кісілер жаңағы зағани айтса, мен үйлену тойын жарайды әкелемін. Жаңағыдай сұрақтар болып қалатын болса, мен жаңағы мысалы жерді алу туралы шалалау айтып тұрмын да, енді негізі тақырып болмайды. түсінікті болды екен. Рахмет, Алла разы болсын. Тақырып өте керемет болды. Керемет тақырып болды ғой шебер. Көп сұрақтарға дұға жасайсыз ба? Менде жоқ, себебі мен сіздерге педагог ретінде ғана айтып отырмын. Менде діни білім жоқ. Мен діни насихат, уағыз айта алмаймын негізінде, айтуға болмайтын да шығар. Бірақ мен мына ұстаздарым медреселерге барып, өзім үшін оқып, сонда тұрып, үйреніп сөйткен. Сіз беріңіз.